Бәріміз білетіндей интернет цензура әртүрлі болады. Бұған сайттарды бұғаттау, жабу, әкімшілік немесе экономикалық әдістерді қолдана отырып сайттарға қысым жасау, пайдаланушыларды аңду, интернет платформаларға DDoS шабуылдары және тағы басқасы жатады. Биыл наурызда Мета компаниясы Facebook пен Instagramдағы қазақстандық журналистер мен қоғам қайраткерлерінің түрлі жазбасын өшірді. Оған Джорджо Армани есімді қолданушының шағымы себеп болған. Кейін қазақстандықтар бұл жазбаларды қайтара алғанымен, осы жағдай елдегі онлайн цензура қандай деңгейге жетуі мүмкін екенін көрсетті. Себебі бірінші болып жаңа конституция мен референдумды сынаған жазбалар өшірілді. Дегенмен қазақстандықтар арасында ішкі цензура да айтарлықтай жоғары деңгейде. Демоскоп бюросы 2026 жылға ақпан мен наурыз аралығында билік институттарына қоғамның сенімі тақырыбында азаматтар арасында сауалнама жүргізіп, оның нәтижесі интернетте пікірін ашық білдіруден қорқатындар көп екенін көрсетті. Қазақстандықтардың 56% интернетте биліктің әрекетін ашық сынаудан қаймығады, қауіпті деп санайды. Бұл көрсеткіштермен Freedom House-тың дерегі де сәйкеседі. Қазақстан ұйымның жыл сайынғы интернеттегі еркіндік рейтингінде дәстүрлі түрде еркін емес деген таңба иеленіп келеді. Еліміз ұйымның кейінгі есебінде де мүмкін болған 100 ұпайдың 37-сін алып, осы статуста қалды. Осы тұста Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі кеңесінің нөмірі 20/8 қарарында келесідей жазылғанын еске түсірейік. Адамның желіден тыс болған құқықтарының, атап айтқанда, адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының 19 бабында және азаматтық әрі саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге сәйкес шекараларға қарамастан және кез келген таңдау құралдары арқылы жүзеге асырылатын сөз бостандығы құқығы да онлайн режимде қорғалуы тиіс екенін растайды. Дегенмен мұндай тенденция Қазақстанда ғана болып жатпағанын еске салайық. Шекарасыз тілшілер ұйымының жазуынша, биыл баспасөз бостандығы индексі тарихында тұңғыш рет әлем елдерінің жартысынан көбі баспасөз бостандығының жағдайы ауыр немесе өте ауыр деп танылған. 25 жыл ішінде индекске енгізілген барлық 180 ел мен аумақтың орташа баллы ешқашан мұндай төмен болған емес. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің сөзінше, Қазақстанның бұл мәселедегі болашағын жаһандық геосаяси жағдай контексті мен ішкі саяси контекст айқындайды. Бірақ құқық қорғаушы белгілі бір шектеулер күшейетінін болжаса да, Қазақстан жабық экожүйеге толық көшуі неғайбыл дейді. Материалдың толық нұсқасын фактчек сайтынан оқыңыз.